Қыздар, сіздерге бірдеңе айтайын ба? Бүгін дейтін біздер ана тас сарайдың ішіне кірсек, осылай құмырсқа дейтін толып кеткен ғой, кәдімгі дейтін күйі жоқ нары. Мыналар дейтін жерден кәдімгідей аспанға өрмелеп көшіп жатыр. Оказывается, бұны ана үлкен кісілер былай жорамалдап жатыр. Құмырсқаның көшуі судың келеді деген несі деп, белгісі деп. Құмырсқаларда ана сол судың келерінің алдын осылай көшеді екен. Солай үлкен кісілер солай айтып жатыр. Бірақ енді алла білуші ғой. Бірақ дегенмен де осылай құмырсқалардың осылай аспанға өрмелеп көшіп жатқанын көріп мен шок болдым. Шынында да өте бір ойланатын жағдай. Мына жерде дейтін мен сәл видеоға түсіріп алғанша, бұлар дейтін уже менің аяғыма, үстіме, мойныма кіріп, уже дейтін өрмелеп, мені тістелеп, шағып та үлгеріп жатыр. Ал сондай нені естігендеріңіз бар ма? Сондай ырымды. Мен жалпы ырым дегенге көп сене бермейтін адаммын, тек бір Аллаға ғана аян. Бірақ үлкен кісілер солай айтып жатыр. Осылай құмырсқалар көшсе, значит, су келеді деген деп.